Балабақша тәрбиешісі кенеттен ұстамас ұстап сабақ үстінде құлайды. Ауруханаға жеткізіліп тексерістен өткізіледі. Бірақ қатерлі ісік маркерлері теріс болып шығады. МРТ контрастпен тағайындалады. Бірақ тексеру барысында науқаста көмей стенозы пайда болып, тұншығып, тексерісті тоқтатуға тура келеді. Науқастың жағдайы барған сайын нашарлап, көруі төмендеп, ұстамасы ұстап клиникалық өлімге түседі. Қайта оянғанда когнитивті қызметтерінің бұзылысы байқалады. Дәрігерлер науқастың ұзақ уақыт бойы шошқа етін тұтынғанын анықтайды. Ауру себебі таспа-құрт деген гипотезаға келеді. Бұл жағдайда таспа-құрт жұмыртқасы ішек қабырғасындағы қан тамырлар арқылы миға жеткен. Оны өлтіру үшін иммундық жүйе белсенді түрде шабуылдай бастайды. Соның әсерінен ми ісініп, зақымданады. Оны дәлелдеу үшін аяқты рентгенге түсіру керек деген шешім қабылдайды. Ойлағандай, санда таспа-құрт табылады. Нейроцистицеркоз диагнозы қойылады. Емі ретінде науқасқа альбендазол күніне 2 таблетка 1 айға тағайындалынады. 1 айдан кейін науқастың жағдайы жақсарып, бұрынғы қалпына келе бастайды.